қыздар, босану жалпы оңай ма? Ол қандай кезеңдерден тұрады, немесе ол қалай өтеді, Көп қыздарды бізде біріншісін босанайын деп жүрген қыздарымыз, немесе арасы сәл ұзап қалған қыздарымыз ұмытып қалуы мүмкін, ойлауы мүмкін, қалай еді деген сияқты да. Енді босану әрине оңай емес, шындығында келгенде. Бірақ оның барлығы бірінші Алла тағалаға, одан кейін өзіңізге байланысты. Кез келген қиын бір процесс болып тұрса, сіз мына миыңызды, өзіңіздің фокусыңызды реттеу арқылы, ойыңызды жинақтау арқылы сіз акушерге де, гинекологқа да және біріншіден өзіңізге көмектесесіз. Егер де сізге акушеріңіз дұрыс тыныста, немесе осындай кезде күшейін дейтін болса, сіз соны тыңдауыңыз қажет. Көп қыздарымыз бізде не істейді? Айқайлай береді, кішкене шыдамсыздау болады. Бірақ сіздің айқайлағандығыңыздан, немесе шыңғырғаныңыздан, немесе шыдамсыздығыңыздан ештеңе шешілмейді. Керісінше, дұрыс тыныстап, өзіңізді дұрыс дайындап, ойыңызды жинақтап, мен қазір сәл кішкене осы қиындықтан өтсем, аман есен баламды қолыма алам. Сәл осы бір дұрыс, осы акушер гинекологтарды дұрыс тыңдап жіберсем, менің астымнан аман есен балам шығып, оны қолыма алам, оны иіскеймін деген сияқты бір дұрыс ой болатын болса, сізде бәрі оңай болады. Сонымен қатар қыздар, бізде именно мына толғатып атқан кезде, ішіңізде тырысулар болып атқан кезде, бізде іште не болады? Балада кислородты голодание дейміз, оттегінің жеткіліксіздігі болады. Осы мына жатырымыз тырысып жатқан кезде, міне сол кезде сіз балаңызды қиналып қалмасын десеңіз, сол аралықта сіз дұрыс тыныстауыңыз керек. Сол аралықта дұрыс тыныстап жіберсеңіз, балаңыз ешқандай қиналмай, бүйтіп тез емес жаймендеп сіздің тынысыңызды дұрыс жасайтын болсаңыз, мына бала төмен түсіп келе жатқан бала одан сайын жоғарылап кетпейді, керісінше ары қарай төмендеп, баланың аман есен туылуына сіз көмектесесіз. Сол себепті қыздар, өздеріңізді қолға алу керек. Егер де мейлі ол қиын болып жатыр, мен жатырмын, ойымды ешқандай дайындай алмай жатырмын, дұрыс тыныстай алмай жатырмын, не істесем болады десеңіз, оның да шешімі бар. Өйткені бізде жүктілік марафоны бар. Арнайы видеоларды өзіміз түсіріп, дайындап қойған біздің марафонымыз бар. Қиналып жатсаңыз, өзіңізді қалай ұстау керек екенін білмей жатсаңыз, бірақ барлығын білгіңіз келсе, біздің марафонға қатыссаңыздар болады. Ол жөнінде біз Instagram желісінде толығырақ айтатын боламыз.